Қадірлі ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз деген киелі ұғым, барлығымыз ұстаздарға қарыздармыз. Сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіз ұлан ғайыр. Ұстаз болу әрине де оңай емес. Сондықтан министрлік бүгін осы мұғалімдерімізге тиісті жағдай жасау үшін, жалақысын көтеру үшін, қағазбастылықтан айыру үшін, жалпы ұстаз болу, жақсы мәртебе болу үшін үлкен жұмыс жасайтын болады. Осы мәселе бойынша мемлекет басшысында да тапсырмасы бар. Осы мерекемен сіздерді құттықтай отырып, сіздерге отбасыларыңызға амандық, мықты денсаулық, тек қана жақсылық тілеймін. Шығармашылық табыс тілеймін. Еліміз аман болсын. Осылай білім саласы гүлденіп, әрқашанда биіктен көріне берейік. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен мұғалімдер күнімен құттықтаймыз. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ұстаз шебер қисық тәрбие жөндейтін, тентектерді ақылменен емдейтін, болса дағы малға кедей, өмірде бар байлығы шәкірттерім сендейтін. Ұстаздың оттай ыстық алақаны, болған соң ойлайды бала қамы. Баладан ұстазыма мың сан алғыс, өйткені ол ұстазым ағарманым. Жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін. Сен де одан адам болып жаралдың. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың. Ізгі іс қой, ұстаз тілін аңғардың. Мақтау айтсаң ұстаздардың алдында, ол өзінің орындалған арманың.